Құрметті бауырлар, бұл видеода исламның өмірімізді қиындату үшін емес жеңілдету үшін берілгені туралы нақты мысалдар келтірумен айтамыз. Сіздер каналға жазылып қолдап отырсаңыздар, исламның өмірді жеңілдетуі нақты мысалдармен ислам адамның рухани, әлеуметтік және материалдық өмірін жеңілдету үшін келген. Оны заманауи өмірге қалай бейімдеуге болатынын қарастырайық. Рухани жеңілдік, намаз, күнделікті намаз тек ғибадат қана емес, адамның өмірін тәртіпке келтіреді. Намаз күнделікті күйбең тіршілікте тыныштық пен сенімділік сыйлайтын сәт. Мысал, таңғы намаз адамды ерте тұрып, күні бойы сергек жүруге үйретеді. Дұға, бұл өмір сынақ уақыты болғандықтан әрбір жұмыр басты пендеде өзіне сай проблемалары болады. Сондай қиындықтарда төтеп беруде дұға ең үлкен күш. Аллаға шынайы тәуекел ету арқылы адам жүрегінде сенім мен тыныштық табады. Әлеуметтік жеңілдік, ислам қарым-қатынастарды әділдік пен өзара құрмет негізінде құруды үйретеді. Мысал, ата-анаға құрмет, көршілермен жақсы қарым-қатынас бұл исламның өмірді жеңілдетуге бағытталған қағидалары. Материалдық жеңілдік, ризық пен адал табыс. Ислам адал еңбек пен халал табысқа басымдық береді. Мұсылман адам басқалармен адал сауда-саттық жасау арқылы өмірін жеңілдетеді. Егер адамдар арасында осындай адалдық түсінігі болмаса, адамдар дүние үшін бірін-бірі алдап өтермейді. Егер біз біреуге жамандық жасасақ жоқ дегенде, ол үшін бәрібір жауап беру керек екенін біліп жамандық жасамаймыз. Исламның икемділігі мен заманауи өмірге бейімділігі, ислам қағидалары барлық уақытта, кез келген ортада өмір сүретін адамдарға арналған. Уақытты үнемдеу, намаз уақыттарын дұрыс жоспарлау арқылы күнделікті істерді оңай үйлестіруге болады. Мысал, жұмыс пен оқуды тиімді бөлу үшін уақытты намаз уақыттарына сәйкестендіріп ұйымдастыру. Технологияның пайдасы, Құранды мобильді қосымшалар арқылы оқу, діни білімді онлайн платформалардан алу қазіргі заманғы өмірді жеңілдетеді. Ислам бізді бұларды қолданба деп тыймайды. Шектен тыс талаптардың болмауы исламның басты ерекшелігі, шамадан тыс қиындықтардан аулақ болу. Мысал, ауырғанда немесе сапарда болғанда ораза ұстау міндет емес, кейін өтеуге рұқсат беріледі. Бұл қағида Алла сендерге жеңілдік қалайды, ауырлық қаламайды деген сөздің көрінісі. Жастар исламды өмірлеріне енгізу арқылы келесі пайда табады. Өмірге мақсат қою. Жастарға ислам өмірдің нақты мақсатын береді, Алланың разылығына жету. Бұл мақсат оларды бос уақытты зая кетіруден сақтайды. Өзіндік даму, ислам білім алуға, спортпен шұғылдануға және денсаулықты сақтауға шақырады. Өмірді жеңілдететін практикалық кеңестер күнделікті дұға, таңертең және кешке айтылатын дұғаларды дағдыға айналдыру. Шүкіршілік, кез келген жағдайға шүкіршілік ету арқылы жан тыныштығын табу. Өзін өзі бақылау, нәпсіні жеңу өмірдің көптеген қиындықтарын жеңілдететін маңызды қадам. Қорыта айтсақ, ислам сенің өміріңді жеңілдетеді деген сөз тек теория емес, өмірде қолданылатын практикалық шындық. Жастар исламның әмбебап қағидаларын ұстана отырып, заманауи қиындықтармен оңай күресе алады және өмірлерін ретке келтіреді. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, оны достарыңызбен бөлісіп, ислам туралы түсінігіңізді тереңдету үшін жаңа білім іздеңіз.